психологиялық ахуалды қалыптастырып алып, бірінші сабақты бастамасының жақсы ма? Сәл жинақталып тұрайық. Енді қазір мына жерде әр елдің амандасуымен басталады, жақсы ма? Бір бірімізге осы әрекеттерді қайталаймыз. Бір-бірімізбен. Давай. Стиль поднять. Оқушылар осы тұрған жерімізде топқа бөлініп алайық, жақсы ма? Мына жерде әрқайсыңыз түстерді таңдайсыздар, сол түстің астынан сан шығады, сол бойынша екілік 0 санды, екілік 1 санды деген топқа топтаса қоямыз. Бір шеттен келіп таңдай беріңіз. Нешесі шығады, сол топқа барып отырамыз. Жақсы, бір аржақ, мына жаққа келіп кітап-дәптеріңізді алып келіп отырамыз. Кез келген түсті. Тез, уақыттамаймыз. Жарайсыз, 0-ге. Екілік 0 санына барып отыра қойыңыз. Апай, мына жаққа отыра беріңіз. Отыра беріңіз. Жарайсыз, барып, топтаймаңызды алып, топтаса қоямыз. Жақсы ма? Отыра қойыңыздар. Жақсы. Оқушылар, енді үй тапсырмасын пысықтау мақсатында Workflow бағдарламасымен тапсырма орындаймыз. Жақсы ма? Әр топтан 2 оқушыдан бір-бірлеп шығамыз. Жақсы ма? Бірінші, Азамат, келеу. Оқимыз, дұрыс жауапты таңдаңыз. Кодтаудың негізі әдістері. Әдістері дейді. Значит, неше әдісі? Сандық. Белгілейміз. Сосын дағы? 2 әдісі ме бар? Жоқ. Бар әдістер белгілейміз. Символдық. Көзбен көру жата ма? Жоқ, жатпайды. Ол сезім мүшелері арқылы. Апай, мен жайыш. Жақсы, келесіге. Ақпаратты қандай түрде ұсынылған дейді? Ана сурет қандай түрде ұсынылған? Қай ақпарат түріне жатады? Жоқ, дұрыс емес. Графикалық суреттер ғой ол жерде, оқушылар. Келесіге дайындап отырыңыз. Кодталған ақпаратты қалпына келтіру. Қалпына. Кодтаулы. Отырамыз. Декодтау. Еске түсіреміз. Так, келесі сұраққа. Так, суретте не бейнеленген? Ана суретте не бейнеленген? Жарайсыз, молодцы. Сосын, енді соңғы. Келе ойрайын. Компьютерді ақпаратты қалай қабылдайды? Компьютер ақпаратты қалай қабылдайды? 0 мен 1 арқылы. Жарайсыздар, оқушылар. Оқушылар, үй тапсырмасын пысықтап болған болсақ, енді мына сұрақтарға жауап іздеп қарап көрейік. Неліктен адамдар құпия кодтарды ойлап тапты? Шифрланған хабарламаны тілсіз оқуға болады ма? Егер сіз досым және әріпті немесе сөзді нөлдер мен бірліктермен жазуға болады ма? Қалай ойлайсыздар? Ойларыңызды айта беріңіздер. Азамат, айта қойшы. Неліктен адамдар құпия кодтарды ойлап тапты? Мысалы, мен кодты сөз жазсам, басылғанда оны білмеу үшін мен кодтармен пайдаланамын. Мысалы, бізде IT кодтармен пайдаланып мен жіберілемін.
Жақсы, жарайсыз. Тағы толтыратын оқушылар бар ма? Шифрланған ақпараттарды неліктен қолданды адамдар? Не үшін керек бізге шифрланған ақпарат? Ешкім біліп қоймау үшін. Тұра қойыңыз. Ешкім біліп қоймау үшін. Иә, яғни сіздің ақпаратыңызды ешкім білмеу үшін. Енді содан біздің бүгінгі сабағымыз келіп шығады. Екілік ақпаратты ұсыну. Бұл екілік ақпаратты ұсыну бізде 0 мен 1 деген сандардан шифрланып компьютерімізға келеді екен, сигналдар арқылы. Енді бүгінгі тақырыбымыз, дәптерді ашамыз, бүгінгі тақырыпты жазып аламыз. Екілік ақпаратты ұсыну. Енді оқушылар бүгінгі тақырыптың мақсатына тоқталайық. Бүгін сіздер компьютерде екілік санау жүйесі не үшін қолданатынын түсіне аласыздар, және сандарды және кескіндерді 0 және 1 арқылы қалай кодтауға болатынын білуіміз керек. Яғни бүгінгі сабағымыздың мақсаты осы. Осы мақсатқа жетсек, біз бүгінгі тақырыпты толық түсіндік деген ойға жетеміз. Енді жаңа тақырып бойынша бір видеоролик қарап жүріп, содан кейін сабағымызды жалғастырамыз. Жақсы ма? Бүгінгі тақтаға кодтау әдістері. Ақпаратты беру тәсілі бойынша санды, мәтінді, дыбысты, графикал деп бөлуге болады. Компьютерде барлық ақпаратты компьютерге жазу үшін компьютердегі әрбір белгі, әрбір немесе сан, дыбыс немесе видео дабылдар тіліне аударылу керек. Мұндағы 0 мен 1 бит деп аталады. Олар екілік кодта 0 және 1 символдары қолданылады. Ақпараттың көлемін анықтау үшін ақпараттың өлшем бірлігі бит қолданылады. Бит ағылшын тіліндегі динарий, екілік таңба деген қысқарған сөз. Әдетте компьютер жадындағы деректер, ақпараттар, командалар жекелеген биттермен емес топтасқан 8 бит өлшемімен жазылады. Тізбектелген 8 бит 1 байт өлшемін құрайды. Хабардың ақпараттық көлемі. Осы жерде түсіндіріп кетейін өзім. Мына жерде сіздер бүгін екілік ақпаратты ұсынып жатыр. Екілік ақпарат дегеніміз 0 және 1 деген сандарды қабылдайтын ақпараттық жүйе. Енді екілік жүйеде отырғанымыз бізде 0 және 1 сандарын қабылдайды дедіңіз, және байт және бит деген бізде 27-ші сан. Сіздерде бит, килобайт, яғни ақпараттың өлшем бірліктер бар, оның 1 байтта неше бит бар екенін білеміз? 8. Яғни біздің бір символымыз, бір әріпіміз 1 байтқа тең. Оның битке айналдыру үшін не істейміз сонда? 8-ге көбейтеміз. Яғни мысалға деген, мысалы бір сөзді көрсетіп. Так. Мысалға информатика, информатика сөзінде неше символ бар? Санаймыз. Неше символ бар? 11. Яғни біздің 11 байтқа тең. 8 бит. 8 көптен істесіз. 11-ді көбейтеміз 8-ге 88 бит болады. Яғни біздер байт пен битке айналдырған кезде осылай ақпараттық өлшемділіктерді айналдырады екенбіз. Түсінікті ғой, тақырып.
Қазір осыған байланысты сіздерге тапсырмалар беретін боламын онда. Келесі тапсырмалар топтық жұмыс. Жақсы ма? Қазір топтық жұмысқа беремін. Топтық жұмыс тапсырмаларды беремін. Бұл жерде ASCII кодын қолданасыздар. ASCII коды 25-ші бетте кітаппен жұмыс жасайсыздар. Топтық жұмыс бірге жақындап, соған сөз жазамыз. Немесе қазір 2 А4 беріп қойын. Тапмай, сөздеріңіз маған жазасың, конечно, топпен жұмыс жасаңыздар. ASCII кодты ашамыз. Біріншісінде, топпен жұмыс жасамыз. Жоқ, бұл жерде ASCII кодпен кодтаймыз. Арина, жақында мынаған жаза беріңіздер. Сен біреуін мысалға мынаны тауып отырсаң, сен екіншісін таба бересің. Ондықта қазір береді. Жарайсыздар. Әрқайсыңыз сандарды бөліп алың да сонда тез боласыздар. Барлығынан әріптер сөздер шығу керек жинақталған кезде. Алина, қысқасында жекеш. Бұл уақыт мұнышылар 0-1 мына тақтаға да шығарып қойдым. Оқушылар тапсырма. 0-1 Sizin üzerinde savaşlar ayrıştılar. Siz işinizde Ben şanlı Son biriktiriniz söz шығу керек. Сөз шығу керек. Қане бір 0-2-лік жуан сандарды сөйлеп қалып сіздерді тездетеміз. Қандай шықтар? Қазақстан деген сөздерді сөйлемді шықып алайын. Бағынаңыз, шәне оқушылар. Молодец, жарайсыздар. Так. Жақсы, сіздерге бағалау қарағым без бағалау қарағым. Так. Ана жерде жазылды дискриптор ASCII кестесіне арқылы сөздерді декодтар, яғни екеуіне тапсаңыздар 2 ұпай деп топқа өздеріңізден қойып отырасыздар. Жеке-жеке. Топтық жұмысқа 2 балл қоясыздар. Бәрін орындарыңыздар. Бағалау парағына өздеріңізді бағалап отырасыздар. Жақсы ма? Так. Аяқтайық оқушылар. Апай, жұмысқа жұмысқалаймыз одан Жоқ, топтық жұмыс бар. 2 балл қоясыздар. Сіздер орындап болдыңыздар. Қайне? Так, тоқтатамыз оқушылар дәл осы жерден. Сіздер аяқтап үлгермедіңіздер, өздеріңізге 1-1 ұпайдан қойыңыздар. Жақсы ма? Жақсы ма? 1-1 ұпайдан қоямыз. Топтық жұмыс дегенге барлығымыз 1-1 ұпайдан қоямыз. 2-лік бір саны, иә? Жақсы. Енді оқушылар, сіздерге Ya, sergitu saat orunda var. Şaşa kaldığınızda mı? Yok. Bir sergitu saat orunda var da o şişirdi. Жақсы. Burada basayım var. Так, sergitu saatine ornumuzdan turağımız oluşlar. Buna hareketleri kaydalayınız. Жақсы. Кәне, мына әрекетті бірге қосып. Алдына бір
Boşalmaz. Tak. Так, жақсы, бір серігіп алған болса, келесі тапсырмаға оралады, иә? екінші сен бар екен тапсырма қой. Екінші тапсырма жұптық жұмыс. Екінші тапсырма жұптық жұмыс. Енді жұптық жұмыс екінші тапсырма. Жұппен орындаймыз. Сіздер жұп болмаса, үшеуіңіз бір жұп бола қойыңыздар, жақсы ма? Кел, үшеуіңіз бір жұп бола қойыңыздар. Екеуіңіз так. Жақында екеуіңіз бір жұп тапсырып орындай қояйық. Баламыз болып отыра тұрайық, қазір бір тексереміз. Жарайсыздар. Жаза бер. Жарайсыздар. Байыпты бетке айналдыруды жақсы түсініппіз, молодец. Бір қарайын. Азамат Алинов, өздеріңізге 2-3 ұпайдан жазыңыздар. Жұптық жұмысқа 3 ұпайдан. Сіздер. Барлығымыз бүгінгі сабақты жақсы түсінген екенбіз. Байыпты бетке айналдыру. Әрқайсымыз өзімізге жұптық жұмысқа 3 ұпайдан қоямыз. Қойдыңыз ба? Жақсы. Енді үшінші тапсырма жеке жұмыс. Мыналарды ондық кодпен кодтаймыз. Енді жаңа сіздерге екілік код еді ғой, енді ондық кодты пайдаланып, мына сөздерді шифрлаймыз. Жақсы ма? Жеке жұмыс. Сол ASCII кодтар қолданылады, ондық кодтар соның қасында ғой, міне. Ондығын қолданасыздар енді. Ондық кодпен шифрлаймыз. Әркім жеке жұмыс, Тездетеміз, кәне? Жақсы, жарайсыздар. Ондық кодтаны қайретте бар. ASCII кодтар, міне. Ондық код. Міне, жаңа екілік код, мынау ондық код. Енді сол санның қасындағы ондық кодтарды қолданамыз. Апай, 56-дан шықтығын жазымдың айтқансаңдар? Мысалға, и деген әркім қай жерде тұр. Соны тауып аласыздар, жазасыз. Кеттік. Тапсырманы аяқтап болған болсақ, оқушылар кәне. Осы тапсырманы орындап болған болсақ, дұрыс, осыған 3 ұпайдан өзіміздің бағалау парақшамызға жазамыз. Жақсы, жарайсыздар, алып келеміз. Тапсырмаларды маған бере қойыңыз. Жақсы. Енді оқушылар кітаптан біз шифрлау несін өткен болатымыз, Морзе әліппесін ашып, өзіңіздің аты жөніңізді кодтаймыз. Морзе әліппесін ашамыз. Дәптерге жұмыс, дәптерге жазамыз. Морзе әліппесімен кодтаймыз. Кәне? Кәне, қыздар. Морзе әліппесімен
Жақсы. Енді бұл тапсырманы орындап болған болсақ, оқушылар, біз жасанды интеллект қазіргі көлемде көп қолданып жүр, күнделікті де қолданып жүрген болуларыңыз мүмкін. Жасанды интеллекттің біз қазіргі таңда қай түрін көп қолданып жүрміз? ChatGPT-ді білеміз. Енді біздің бүгінгі қазір ChatGPT-ге біздің сұраныс жіберетініміз менің жеке роботым қандай болады деген сұраныс жібереміз. Әрқайсымыз компьютерларға отырамыз да, браузерді ашамыз. Рабочий столда сіздерде Google аккаунт деген қане отырасыңдар. Рабочий столда ChatGPT деп жазамыз. Қандай болады? Көрдіңіз бе? Қапайлықта шығарып бересіздер қол. Мен қайсы жоқ болады. Апай, жоқ болып кетеді. Не? Копайлот деген бағдарлама бар. Копайлот деген платформа бар. Сол жасайды. Үйреніп бар? Ашпақ. Robot çıkartmadın mı? Sağlamadın mı? Niye robotun bana ChatGPT sürücümüz size мәлімет шығарып береді. Копайлот деген сол бағдарламаны біліп алыңыздар. Өте жақсы бағдарлама платформада, то есть өзіңізге керек фотоны
Қане, не орындадық, қане? Не сұраныс жібердік роботқа, ChatGPT-ге? Сізді не сұраныс жібердіңіз? Мадина, шықты ма сұранысыңыз? Енді қазір есімімді және оның қандай болатынын жіберіп жатырмын. Жақсы, жарайсыздар. Так, Азамат. Мен роботтың суретін. Робот салған кезде осылай сурет Робот туралы, сіздер дұрыс сұраныс жібермегенсіз. Түсінбедім, қандай көмек керек екенін нақтылаңыз дейді. Жақсы. Қане, не шықты, Алинұр? Капайлатқа кірдіңіз ба? Келесіде алда, капайлат деген досы. Алдағы уақытта сұраныс жіберіп білеміз ба, жеке-жеке өзіміз? Не деп іздедіңіз? Менің робот қандай? Сізге мәлімет шығарып берді ма? Жақсы, жарайсыз. Неге сұранды? Робот деп жазбадыңыз ба? Робот деп жазсаңыз, сіздер кез келген нәрселерді шығарып. Бірақ сіз сұранысты дұрыс қолдана білуіңіз керек. Жақсы, жарайды. Жақсы оқушылар, жарайсыздар, қане жинақталамыз, орындарымызға келеміз. Енді соңғы үй тапсырмасын берейін. Оқушылар, үй тапсырмасына мына ASCII кодтау кестесінің көмегімен мына сөздерді кодтап келеміз. Дәптерімізге үй тапсырмасы деп жазып аламыз. ASCII кодтау кестесімен бірінші, екінші тұрғанын ондықпен, соңғысын екілікпен кодтаймыз. Жақсы ма? Жазып аламыз. Үй тапсырмасы ASCII кодтау кестесінің көмегімен мына сөздерді кодтаймыз. Жазып аламыз ба? Үй тапсырмасын. Жазамыз. Үй тапсырмасын. Так, енді оқушылар барлығымыз аяқталып қоя. Барлық ұпайларыңыз шығарыңыздар. Жазып беріңіздер, маған аламын. Так, енді барлығын жазып қоямыз, бағылы парақшаларымызды. Ат жөндерін жазсаңыздар. Бүгінгі сабақты қаншалықты жақсы түсіндік па, түсінбедік па, кері байланыс алайық. Содан кейін бір-біріне жайлап шығып, мына жерде кері байланысты басамыз. Қараңыздар. Яғни бүгінгі сабақты жақсы түсінсеңіз, жасыл, бағдаршамның жасылсын, сәл түсіндім десеңіз, сарыны, мүлдем түсінбедім десеңіз, қызыл шамын басасыздар. Келе қойыңыздар. Қаншалықты түсінгендеріңізді мына әрқайсыңыз жеке-жеке басып шығамыз. Түсіндік қоя? Жақсы, отырамыз, жарайсыздар оқушылар. Бүгінгі сабаққа өте жақсы қатысқандарыңыз үшін рахмет. Енді үйге тапсырманы алдыңыздар.